Қазақ мыс деген корпорация ғой, қазақ мыс деп айтылады негізі. На самом деле онда мыс емес, онда алтын ғой, таза алтын. Мыс деген ол какой-то процент алтын бөлген кезде мыс шығады. Сол мысты халыққа көрсетеді, міне мыс тауып жатырмыз деп. На самом деле оның астында алтын қазып жатыр. 3 мың Қытай қазып жатыр екен. Қайда? Осыдан 2 жыл бұрын сондай информация жүрген. Что жердің астында 3 мың Қытай күні-түні қазып жатыр. И оказалось, что медь это всего лишь прикрытие, қазақ мыс деген жай ғана ат. На самом деле это қазақ алтын ғой, алтынды Қытайға әкетіп жатыр кәдімгідей. Руда даже андай байтылған руда ғой, ана жолмен түсірген сияқты. Поэтому там қазақ мыс деген корпорацияның аты ғана ол мыс деген. На самом деле там мыс жоқ қой, мыс какой-то процент халыққа көрсететін. На самом деле там золото. Самая высокая проба золота, самое чистое золото. Сол үшін Қопан көшірмекші болған біздің Аягөзге. Қопан халқы шулады ғой, жоқ біз көшпейміз деп. Сөйтсе, как я понял, анау жердің астына уже Қопан жезісінен алған сияқты ғой. И хотели, чтобы Қопан алып салған сол жерде. Жаңа өзің партия туралы біраз нең жетпей жатыр екен, білімің. Партия деген ол адамдардың бірігіп, қолқа немене саяси күшке айланып, осындай мәселелерде дауысын айта алатын құрал ғой. Мысалға Қопанның адамдары өздері шуылдады, ал ешқандай бір саяси партия келіп, соларға поддержка шыққан жоқ қой. Аманат партиясы шықпайды, ауыл партиясы шықпайды, жаңа республика партиясы шықпайды, Ақжол партиясы шықпайды. Жоқ партия. Сайлау кезінде ғана пайда болады анау 4-5 партия. Содан кейін жоқ болып кетеді. Ал енді бізде Алға Қазақстан деген партияны құрып жатқан марқұм Жасарал Қуаншалин ағамыз ол кісі өмірден өтіп кетті. Одан кейін қазір Марат Жыланбаев. Сол Марат Жыланбаевты партия құрам деп бастамашыл топ мүшесінің бастаған үшін ол кісіні 7 жылға соттап жіберді Тоқаев. Білесің ғой? Білемін ғой, өйткені ол кісі салмақты кісі болғаннан кейін ондай кісіні білесіз ғой, не істейді. Вагон алтын кетіп жатыр. Міне Семейдің қасында Суздил деген түгел Ресейге кетеді ана алтынның бәрі. Таражыраның көмірінің бәрі Ресейге кетеді. Айквастузский полностью Ресейге кетеді. Мына жерде айналаның бәрі алтынның бәрі Ресейге кетеді. Бақыршықта бір күнде, бір тәулікте 50 килограмм чистый алтын шығады екен. Өткенде сонда істейтін азаматтар айтып отыр. 9000 тонна руда перерып жатыр. Официально кәдімгідей мынандай қағазда бір күнге добыча қанша болды? 48-50 килограмм алтын. Ойлаңдар, 1 килограмм алтын қанша миллион теңге тұрады? 1 грамм алтын қазір 35-40 мың теңге тұрады екен. 1 грамм алтын 40 мың, сонда 1 килограмм алтын 400 миллион теңге тұрады ма? Қанша тұрады? Масқара енді. Сол ақша кетіп жатыр. Семейдің көшелері бәрі быт-шыт, қара түтінге, мусорға түншігіп, мусордың түтініне түншігіп, міне көмір жағып, сол сасық ауамен демалып, қап-қара болып, күйе болып жүрміз ғой енді. Келсесің ғой. Аягөзге баршы, Аягөзде қыстың күні ақ қар көрмейсің, қап-қара қар бәрі. Себебі покрышка жағады, мусор жағады, көмір жағады. Сол көмірмен улы ауамен демалған ауру қазақ бәрі. Бәріміз картек бетіміз бәрі әжім-әжім. Себебі неге? Себебі осы халыққа, осы қазаққа, осы мемлекеттің байлығына жағдай жасап бере алмай отырған қабілетсіз адамдар отырып алған ғой. Енді сен жаңа экология министрін айтсаң, мына қазақ мынау мусорды өртетіп, мынау көмірмен мынау неткізбей фильтровать етсең де жаңа частный үйлердің бәріне отопление тартыңдар, неменедерге автономный. Немене центральный отопление. Бүкіл халық қазір Семейде мысалы кешкі жақын демала алмайсың қара түтіннен. Бүкіл Қазақстан қалалары сондай. Ал осы жолы Қытайға бардым. Өскемен деген басы біш болып отыр ғой. Осы жолы Қытайға барып келдім. Қытайда мынау ар жақ қалаларында вообще тап-таза ауа деген Алтай, Бұршын деген қалаларында котельниялардан шығатын түтін бу ғана шығып жатыр. Көмірдің бәрін фильтровать етеді. Вообще көмір жақтырмайды, түтін өрттірмейді. Көше деген тап-таза жайлауда жүрген сияқты жүресің. Біздің КамАЗдардың артынан көшеде жүре алмайсың, сасыған кезде страшно.